Қайырлы күн ханымдар. Бүгін сіздерге өте дәмді, жасалу жолы да аса қиын емес, оңай салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тауықтың қақталған төс еті керек болады. Төс етімізді көбіктеп турап аламыз. Одан кейінгі кезекте бізге сыр керек болады. Сырды да дәл солай көбіктеп турап, салмасының барлығын бір ыдысқа жинайтын боламыз. Келесі кезекте бізге піскен сәбіз керек. Сәбізді де дәл солай көбіктеп тураймыз. Оны да салатымыздың салмасына қосатын боламыз. Одан кейін көк пиязымызды да дәл солай көбіктеп турап, оны да салатымыздың салмасына қосамыз. Одан кейін картофельный пай менде арнайы дүкендікі, қалауларыңызша үйден жасауларыңызға болады. Келесі майонезімізді керегінше қосып, салатымызды жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Қалауларыңызша әрлеп қонақтарыңызға ұсына берулеріңізге болады. Барлығыңызға ас болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.